Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін қазақ тіліндегі 7-ші бөлім тақырыбы тіркемелі тракторға да келіп жеттік. Бүгін біз грамматикалық тақырыптан зат есімдер туралы, олардың түрлері туралы айтатын боламыз. Бұдан ары қарай да видеоларды көру, оларды жіберіп алмау үшін лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмада Мақсұт есімді бала туралы мәтін берілген. Бұл Мақсұт өте қиялшыл, қара торы бала болыпты. Оның ойлап таппайтын заты, ойына келмейтін нәрсесі жоқ екен. Әкесі де бесаспап механизатор дейді. Ол К700 тракторын айдайды екен, ал күзде комбайнға отырады екен. Керек болса тіпті жүк машинесінде жүргізеді дейді. Мақсұттың үлкен қалада тұратын Әсем деген әпкесі бар. Ал ол дәрігер. Бір жолы інісіне келген кезде әп-әдемі көп түсті ойыншық трактор сатып әкеліпті. Мақсұт оны қолына ұстап, бұлай аударып қарап, ал бұның тіркемесі қайда деп сұрайды. Әпкесі айтады: көріп тұрсың, тіркемесі жоқ деп. Онда ойнамаймын дейді Мақсұт. Менің достарымда мұндай ойыншық бар, бірақ олардың бәрінде тіркеме бар, ал менікіде жоқ. Сонда оны естіп отырған Аманғали әкесі баласының қасына келіп: мен өзім жасап берем саған тіркемені дейді. Сөйтіп, 10 шақты күннің ішінде трактордың әп-әдемі тіркемесі дайын болады. Мақсұттың үйінде қорада 3-4 сиыр, 30 шақты қой ешкі бар екен. 6 ай қыс болған кезде сол малға қарайтын, шөбін салатын, тезегін тазалайтын Мақсұттың анасы дейді. Кейде сол тезекті жинап жатуға оның уақыты келмейді екен де, себебі балабақшаға бару керек өзінің жұмысына. Тезекті бір жаққа қарай ысырып қоя салады екен. Ал әкесі таңның атысы, кештің батысы жұмыста, қас қарайғанда бірақ келеді екен үйіне. Сол үшін ол анасы жинап қойған тезекті аптасына бір рет қана демалыс күні сыртқа шығарады дейді. Оларға әжесінің көмектескісі келеді. Ол кейде білегін сыбанып жіберіп, осы тезекті шығарып тастайыншы деп кірісіп кетеді, бірақ бір айналымға келмей жатып, белі ауырып қалады дейді. Бір күні Әсем әпкесі тағы да қоңырау шалады. Сол кезде Мақсұт телефонға жауап береді. Мақсұт айтады: әпке, сен үйге қашан келесің? Жақында ма? Жақсы болды ғой. Онда маған трактор сатып әкеліңізші. Трактор болғанда мал қора тазалайтын, өзі жүретін трактор керек маған дейді. Әпкесі сол кезде ондай ойыншықтың болмайтынын айтып түсіндіргісі келеді, бірақ оны түсініп жатқан Мақсұт бар ма? Ондай трактор әкелмесең келме үйге деп қойып қалды дейді. Бірақ Мақсұт сол күннен бастап жол тосып әпкесін асыға күтіп жүр екен. Автобус тоқтайтын аялдама жаққа өте жиі қарайды. Ал қиялында әжесіне, анасына, әкесіне көмектесіп, сол малдың тезегін өзі ақ далаға шығарып тастап жүр екен дейді. Осындай қызықты мәтін. Енді мәтін бойынша бірінші тапсырманың астында мазмұнына сүйеніп дұрыс жауапты белгілеу керек. Мақсұттың отбасы ауылда тұрады, себебі қалалық жерде көбіне мал ұстамайды ғой, иә? Келесі, Мақсұттың анасы балабақшада жұмыс істейді, сондықтан да ол тезекті жинап кетуге көбіне үлгере бермейді. Үшінші, әпкесі сыйлыққа тіркемелі трактор сатып алды. Ол трактор сатып алды, тіркемесін оның әкесі дайындап берді. Бірінші тапсырманың әсінде сөйлемдерді аяқтап жазыңдар дейді. Аманғали аға қолы епті, шебер кісі. Ол алып К700 тракторын ұршықша үйрет. Мақсұттың әжесі жасы үлкен кісі, сондықтан арасында белі ауырады. Әсем анда-санда телефон соғып тұрады. Ол қалада дәрігер болып жұмыс істейді.
Мақсұт әпкесінің келуін асыға күтіп жүр. Себебі оны трактор әкеледі деп күтіп жүр. Немесе трактор әкеледі деп ойлайды. 5. Егер Мақсұттың тіркемелі тракторы болса, онда ол мал қораны тап-тұйнақтай етіп тазалап қояр еді. Бұл енді менің нұсқам. Сіздерге мен идея бердім. Ары қарай өздеріңіз бұдан да қызығырақ етіп жазуға тырысыңыздар. Енді бүгінгі грамматикалық тақырыпта зат есім берілген деп бағана айттым. Зат есім дегеніміз бастауыштан да білетін боларсыздар. Заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Мысалы, не? Алма. Не? Достық. Не? Кітап. Кім? Мақсұт. Кім? Аманғали аға. Осы сияқты бір заттың немесе құбылыстың атауы болса, кім не деген сұраққа жауап берсе, онда ол зат есім болады. Енді келесі. Зат есімнің кім және не деген сұрақтары бар. Кім деген сұрақ осы жалпы адамға қатысты атаулардың бәріне қойылады. Мысалы, Айжан кім? Әпке кім? Көрші кім? Жалпы адамға қатысты атау деп отырғанымыз тек қана адамның аты ғана емес. Адамды білдіретін сөздер бар ғой. Мысалы, туыс кім, е? Туыс, ағайын деген сияқты, немесе мұғалім, дәрігер деген сөздерде адамға қатысты айтылады. Сондықтан ол сөздердің барлығына кім деген сұрақ қойылады. Ал не деген сұраққа адамнан өзге барлық жан-жануарлар атаулары және барлық заттар мен құбылыс атаулары жауап береді. Мысалы, кітап не? Әлем не? Табиғат не? Құс десең оған да не? Көгершін, сиыр, қой деген төрт түлік малдың атауының барлығы қазақ тілінде не деген сұраққа жауап береді. Енді зат есімнің негізгі зат есім және туынды зат есім деген екі түрі бар. Біз бұл туралы өткен сабақта айтып кеттік, сөздердің екі түрі бар деп айтып едік, негізгі және туынды деген. Негізгі болу үшін ол түбірге және жұрнаққа бөлшектенбеу керек, бір ғана түбір сөз ретінде қабылдану керек. Мысалы, күн, адам, дала деген сияқты. Ал туынды зат есімдер, олар туынды сөздер. Яғни оның құрамында түбір және қосымша болады. Қосымша болғанда да міндетті түрде ол жерде жұрнақ болу керек. Мысалы, малшы. Мал деген ол жан-жануар еді. Шы деген жұрнақты жалғаған кезде бізде жаңа сөз пайда болды. Туынды сөз пайда болды. Жаңа сөз туды. Адам шығып кетті, жүргізуші. Түбірі жүр, гіз жұрнақ, у жұрнақ, ші де жұрнақ. Осының барлығын қосқан кезде бізде тағы бір туынды зат есім пайда болды. Алғашында жүр деген ол етістік еді, не істе деген сұраққа жауап беретін. Соңында бізде зат есім пайда болды. Жаңа сөз туындады. Сондықтан біз ондай сөздерді туынды зат есім деп айтамыз. Енді зат есімнің тағы да екі түрі бар. Күрделі зат есім және дара зат есім. Біз мұны да өткенде айтып кеттік. Күрделі сөздерге жататын зат есімдердің барлығы күрделі зат есімдер болады. Яғни зат есім екі немесе одан да көп түбір сөзден құралу керек. Мысалы, тасбақа. Бұл жерде біріккен сөз, тас және бақа деген. Сонда біріккен күрделі зат есім екен. Сөз табы. Бұл жерде тіркескен сөз, яғни күрделі зат есім. Ата-ана. Бұл жерде қос сөз, күрделі зат есім. Ал дара зат есім болу үшін ол бір ғана түбір сөзден жасалу керек. Мысалы, бас, ауыл, су, сиыр деген сияқты бір ғана түбірден
тұратын барлық зат есімдерді жатқыза беруге болады. Енді бірінші тапсырманың бысында мәтіннен зат есімдерді тауып кестені толтырыңдар дейді. Мен әдеттегідей бірнешеуін ғана жазып қойдым. Бұл кестені өздеріңіз ары қарай толықтырып алыңыздар. Түбір зат есімдерге бала, зат, нәрсе, трактор, комбайн, дос, әке, әже, әпке, іні, бел деген сөздерді, туынды зат есімдерге тіркеме, дәрігер, ойыншық, тазалау, амандық және аялдама деген сөздер жатады. Мына сөздің ортасындағы қосу белгісі түбір мен қосымшаның аражігін білдіреді. Яғни тірке дегеніміз ол түбір, ал ме дегеніміз жұрнақ. Осылай кете береді. Бірінші тапсырманың высында мәтінде кездесетін зат есімдерді кестеге сәйкес екіге топтастырыңдар дейді. Яғни мәтіндегі кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді бір бағанға, не деген сұраққа жауап беретін сөздерді екінші бағанға жазу керек. Бұл жерде де кесте толық емес, өздеріңіз толықтырасыздар. Кім? Бала, дос, әке, әже, әпке, іні, әсем, мақсұт, аманғали, аға және ұл деген сөздер. Не дегенге зат, нәрсе, бел, трактор, тіркеме, тезек, апта, ойыншық және комбайн деген зат есімдер жауап береді. Екінші тапсырмада берілген дара зат есімдерден күрделі зат есімдер жасаңдар дейді. Үлгіге малқора деген сөзді беріпті. Бұдан басқа ботагөз, ас үй, пернетақта, еңбек кітапшасы және зейнетақы деген сөздерді шығаруға болады. Үшінші тапсырмада 35-ші аудионы тыңдаңдар дейді. Және мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты көрсетіңдер дейді. Аудиода трамвай туралы айтылған. Трамвай ол арнайы рельстер арқылы қозғалатын көліктің түрі екен. Оның қозғалуына біз бәріміз білеміз, электр тогы қажет екен. Және ол басқа көліктер сияқты асфальтпен емес, темір жол арқылы қозғалады. Пойыздар сияқты, е? Ал энергияны қайдан алады? Энергияны өзінен 3-4 метр, яғни жерден 3-4 метр биіктікте ілінген түйіскен сым арқылы алады. Сол сым арқылы тог алады. Сол тог арқылы мотор іске қосылады және содан соң ол тог рельс арқылы қайтадан жерге сіңіп кетеді екен. Егерде трамвай бұзылса, оның артында көп трамвай кезек күтіп тоқтап қалады. Себебі бұрылып өтетін басқа жол болмайды. Олардың барлығы бір жолмен ғана қозғалады. Жалпы трамвайлар, осы тоқпен жүретін трамвайлар 100 жыл бұрын пайда болыпты, ал оған дейінгі трамвайларды аттар сүйреп жүрген екен. Трамвайлар деп отырғанымыз ол кезде кішкентай вагондар болған. Сол рельстің бойымен қозғалған, бірақ сол екі рельстің ортасында аттар жүріп, трамвайларды сүйреп жүрген екен. Сондықтан оларды атарба деп атаған екен трамвайды. Электр тоғы шыққаннан кейін аттарды моторлар ауыстырды. Ең алғашқы трамвай 1881 жылы Германияда пайда болды. Оның ұзындығы 2,5 шақырым жерге созылып жатыр еді. Немесе оның жүретін жолының ұзындығы, е? Ал жылдамдығы сағатына 30 километрге дейін жүре алатын. Ал біздің Қазақстанда 1937 жылы Алматы қаласында ең алғашқы трамвай іске қосылды. Жалпы қазір ең жоғарғы жылдамдығы трамвайлардың 65-70 шақырымды құрайды екен. Бір сағатта, яғни 65-70 километрге дейін жүре алады. Енді мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты көрсетіңдер дейді. Негізгі ақпарат пен қосымша ақпараттың қандай айырмашылығы бар? Негізгі ақпарат сол мәтінге тірек болып тұрған. Ол ақпаратты мәтіннен алып тастауға келмейді. Мәтіннің мағынасы дұрыс болмай қалады. Ал қосымша ақпаратта оны алып тастасаң мәтінге бәлендей зияны тие қоймайды. Мәтіннің мазмұны өзгермейді.
Енді меніңше бұл жерде негізгі ақпарат трамвай арнайы рельстер арқылы қозғалатын көліктің түрі, яғни трамвайдың қандай көлік екені трамвай туралы мәтін жазылған кезде қажетті негізгі ақпарат деп есептеймін. Келесі қосымша ақпарат: моторды қызметке қосқан электр тогы әдетте рельс арқылы жерге сіңіп кетеді, ал оны білмегеннен ешқандай да мәтінге зиян келеді деп ойламаймын. Үшінші тапсырманың әсінде берілген зат есімдерді дара және күрделі түрге топтастырыңдар дейді. Жаңа біз айтып өттік, дара зат есімдер олар бір ғана түбірден тұрады, ал күрделі зат есімдер олар бірнеше түбірден тұруы тиіс. Сондықтан оны табу қиын емес. Дара зат есімдерге рельс, қозғалыс, шақырым, көлік, доңғалақ, бұрылыс, энергия болат жатады, ал күрделі зат есімдерге электр қуаты, ат-арба, электр тогы және теміржол деген сөздер жатады. Үшінші тапсырманың басында сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Бұл да мәтін бойынша трамвай көлігінің кемшіліктері мен артықшылықтары қандай? Менің ойымша, кемшілігі сым жоқ жерде жүре алмайды. Ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 65-70 шақырымды ғана құрайды. Арнайы рельстермен ғана жүреді. Егер рельс болмаса жүре алмай қалады, электр тоғы жоқ болса жүре алмайды. Жол бойында трамвай бұзылса, артында қыруар трамвай жол күтіп тоқтап қалады, себебі бұрылатын басқа жол болмайды. Енді артықшылығы: электр тоғымен қозғалады, сондықтан экологиялық көлік болып есептеледі, яғни одан ешқандай түтін шықпайды ауаға, ауаны ластамайды жаман газдармен. Екінші, түйіскен сымнан алынатын электр энергиясымен қозғалады деген жауап. Екінші сұрақтың жауабы: трамвай қандай энергиямен қозғалады деген сұраққа осылай жауап беруге болады. Үшінші, алғашқы трамвайлар қалай қозғалған? Жаңа біз айтып кеттік. Аттар болған, олар кішкентай вагондарды тартып жүрген деп, жетекке жеккен аттар кішкене вагондарды тартып жүрген. Төртінші тапсырмада екі мәтін берілген, сол мәтіндерден туынды зат есімдерді тауып жазыңдар дейді. Бірінші тапсырмада демалыс, артықшылығы, көпшілігі және ыңғайсыздық деген сөздер туынды зат есім бола алады, және басқа да зат есімдерді өздеріңіз іздеп көріңіздер. Мәтіндерден кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді табыңдар дейді. Студент, жолаушы, автор және адам деген сөздерді таптым. Енді өздеріңізде қарап көріңіздер. Бесінші тапсырмада әртүрлі дерек көздерді пайдаланып өздеріңе ұнайтын көліктің бір түріне қатысты қызықты ақпарат жинаңдар. Онда төмендегідей сұрақтарға жауап беріңдер. Мен ұшақты алдым, әуе көлігін. Сіздер өздеріңізге ұнайтын көліктің түріне қатысты ақпараттар іздестіріп көріңіздер. Ғаламторда өте көп. Бірінші, көлік қашан және қай жерде пайда болған дейді. Ең алғашқы ұшақ аппаратының концепциясы 18 ғасырда Англияда пайда болды. Көліктің қандай артықшылығы бар? Белгіленген жерге тез жетуге болады, өте алыс жерлерге қатынайды. Қандай кемшілігі бар? Ол көлік түріне көп адамдар міне бермейді. Ол көлік қаншалықты қауіпсіз? Мамандардың айтуынша, ұшақ әлемдегі көліктердің ішіндегі ең қауіпсізі. Себебі ұшақ апаты осы жер бетінде болып жатқан жол көлік оқиғаларының ішіндегі ең аз апат екен, ал ең қауіпті көлік болып жеңіл көліктер есептеледі екен, автокөліктер. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоларды өткізіп алмау үшін лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.